Assalamu alaikum, эфирде заман февральның 5-і, Қырым ишғалының 1439 күні студияда Айша Хайберді чалыша. Энвер Курош сербез кеченлері оны 10 күнлік апыз жазасы екінленді ве о Ахмеждит сезосындан чықты. Энверні дост ве ахрабалары қаршылады, тахихат изоляторындан чыққан сон о бір хач сөз айтты. Суды, которые принимают сегодня решения, да, нам известны. Поэтому справедливое решение суда не должно быть самой целью для нас, да, я так думаю. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Энвер Курошны ишгалжилер Джамкойде евинден тентув кечірген сон январның 25-інде яқаладылар, Қырым татарының экстремистик темсаллерінің дархатылығында хабатладылар. Ол күн она 10 күн апыз жазасы үкім чықарылды. Келечек афта есе Қырымның юқары ишгалжилері махкемесі апелляцион шикетлерін ред етті ве Энвер Курошны апысте қалдырды. Джанкойде исе тентув түневін демір базарында саруш ишгалжилер Қырым татарларға желтнамелер берді. Весихаларда инсанның қырсызлықта хабатла полицияға чағырғанлары ақта язылған. Ишгалжилер қырсызлыған магнитоланы бойлы қыдырайды. Видеоны өзінің Facebook сайфесінде Абдулхамид ерлештірді. Террористов нашли, или что, я не пойму. Если татарин, что теперь? Потому что, смотри, где русского, ты покажи мне хоть одного вот эту бумажку на русского, все на татару. Жума күні Ахиярның Дуванкой янында Рустем Мурат ве Рустем Таировны яқалмаға истеділер. Олар олған Одиссия ақында икаетті девлет патруль қызметлері тоқтатып, санки весіқаларын тешкермеге истеді. Сонра есе ФСБ қадимлері келіп, оларға терроризмде хабатлап, енді автозаққа отыртып, алып кетмеге истеділер. Ләкин ақорчалайчылар келген сон оларны азат еттілер. Когда тебя в любое время могут остановить, без паспорта ходить – это безумие. Надо ходить с паспортом, каким бы ты себя благонадежным гражданином не считал, потому что это будет поводом отсутствия паспорта тебя забрать. Бүгін Қырымның ишгалжы Рус махкемесі бір кишілік наразылықлар давасындаки шикаятлеріні бақа жақтыр. Отырыш Қырым вақты бойынша саат 13-те башламалы, умумен 10 апелляция бақылмасы планлаштырыла. Бірінші бұл кебе шикаятлеріні махкеме январь айында сонуна бақмаға башлады. Тек 2 Қырым татарға пара жазасы 15 бинден 10-ға қадар азлаштырылды. Кечкен сене октябрінің 14-інде 100-ге яқын Қырым татары бір кишілік наразылықларға Қырым татарлар террорист дегел метинлі шәрларнен чықты. Ишғаджи әкимет бұны қанунсыз күтлеви топлашув кебе көріп, 80-ден зияде иштиракчилеріне пара жазасы үкімні чықарды. Русия президенті сайлавларына первассыз қалмаға Қырым татарының лидері Мустафа Джемилев чағыра. Бұл ақта ОАТР телеканалының эфирінде айтты. Айтқанына көре сечім нәтижелері енді белі. Қырым татарлар есе Путинге Қырымның ишғалыны ресмилештірмеге ярдым етмемелі. Бұл бюллетенін алған инсандар анда сайлауға барғанларды көз өгінде Эрвин Ибраимовын, Решат Аметовын, yüzlerce bu aramaların, obusklarin, hakaretlerin göz önüne getirsinler. Buna bakmadan da varıp anda bu bülten, Putin için bülten atacak olsalar, öz-özlü sual versinler. Ya ben nasıl insanım? Aslında ben insanım yoksam, benim bir gururum, milli haysiyetim, onurum var mı? Қырым татарларының лидері білдіре ки, яқын вақытта Қырымға адвокат Николай Ползов бара жақтыр. ОВЖ Кашкадавасының сымаларыны бекер дегерменже Асан Чапух, Кязим Аметов ве Руслан Трубачны ишлеріні незарет етежектір. Наразылық білдіргенлерге Интихам Суриеде Идлиб вилаятінде Наразылық білдіргенлеріне Русия авиауруш япты, нәтижеде елеге яқын арбей жоқ етілді. Бұл Одессе Русияның су 25 açılған
Учағына yok етілгеннен соң yüz берді. Малуматларға көре вефат еткен учыжы Украинаның Ахметчитеки бөлігіндегі қызметші еді. Ишғалден sonra есе урус қызметіне кечті. Ләкин мұстайқыл тақиқатларға көре бұл малуматларны ред еттілер. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздыр. Келечек яңларымызға сейір етіңіз, атайрылы олыңыз.